Assalamualaikum dostlar, қалайсыздар? Бүгін бізде бір қойдың етін фарш қылдырып жатырмыз. Міне Нұрекең ал кепті. Сәлем жолдап жүр. Сәлем достар. Ет алыңыздар. Мінекей осылайынан еттің бәрін салып алып, сүйегі ғана қалды ғой енді. Мына сүйекті қайнатып, сорпа жасап жеуге де болады. Көп көрім бір қойдың еті кетті. Ал мына жақта сірне, ертең қонақ шақырамыз дей ма? Соған біз маринаттау керек сірнені. Мінекей. Міне достар, осындай еттерді турайымыздағы тартамыз. Орып қалып. Мінекей достар. Bir teyine oldu. Ana жерге сірнені маринад етіп қойдым. Мінекей құрметті достар, фаршта да тартып болдық. Мінекей котлет даның мынау үшін. Сондайға алған деушілер болса, хабарласыңыздар. Номерін жазып кетемін. Таза еттен тартылған. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер, құрметті достар. Мінекей үстіп араластырып майонездің бәрін араластырып бүйтіп салафанға салып жатырмыз. Осы морозильникке апарып қатырып сайыстардағы қыс бойы жеп жағасыздар. Алам деушілер болса хабарласыңыздар. Талдықорған қаласы бойынша. Салып фарш 15 килограмм болса алу керек.